есеп енді тастап кетуге болады, қиындау шамалы. Мынау шығарайық. Так, 22-79 санының цифрларын кейсел ретте орналастырып, 4 таңбалы сан құрастырды. Құрастырған сан асық санынан 4 есе үлкен дейді. Яғни асықты 4-ке көбейтсек, бізде 22-79 шығады. Енді осы жерден еще бұл сан, осы сандан құралған сан шығады. Осы жердегі сан бізде сақа саннан кіші дейді. Құрастырған сан сақа саннан нешеге кіші табу керек. Енді 4-ке бөліну үшін қасиет бар. Соңғы 2 сан 4-ке бөліну керек. Соңғы ол жерде мысалы 72 болады. Бұл жерде мысалы 22 бөлінбейді. 27, 29, 92 бөлінбейді. 92 бар еще, осы. Сонда қандай болуы мүмкін? Сандар болуы мүмкін. 92, 72, 29, 72, 72, 92, 27, 92. Мен 4-ке бөлінетін сандар. Осыған каждый 4-ке бөліп шықсақ. 4-ке бөлсек. Дұрыс. Бізде қарайық. Мысалы 2318 шығады. Сонда бұл бізде асық болып тұрды. Мына келмейді өйткені с мына жерде 3 қой. 92, 72, 3000 бірдеңеден кіші емес. Сол үшін 2972-ні бөлейік 4-ке. Бұяқта 3 таңбалы сан шығып кетеді. Онда 72, 92-ні бөлейік 1823. Мынау бізде міне асық. Мынау келеді. Себебі с8, 2292 8-ін бірдеңеден кіші болады. Сонда жауабы нешеге кіші дейді. Біздің құрастырған сан сақа сан нешеге? с8, так, а1, мынау 1. Қ дегеніміз 3. 8-ін 131-ден 7292-ні азайтамыз. 9, 3, 0, 1039. Так. Давай мен шалыс кеттім. Бұл жерде 839 болып кетті. 839 мына жерде 8. Жауабы. Так, мына жерде былай 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1 бізде. Әли бар. Төмен түсетін. И бек бар. Әрғат жоғары 15 секунд кетеді дейді. Енді былай 10 секунд бар, 15 секунд бар. 15 секунд мен жүріп отырайықшы. Бек 15 секундта былай бір этаж көтеріледі. Әли 15 секундта былай 10 секундта бір этаж түседі, и сосын жолдың жартысын жүріп болады, тағы 5 секунд. Осылай жалғасып отыра береді. Әли 1,5 этаж өтіп отырады. Мына жерде бек былай, былай. Осы жерде міне Әли бүйтіп кетіп жатқан кезде бек бүйтіп кетіп осы жерлерде кездеседі. Бұл бізде 2, 3, 4, 5, 4 пен 5-дің арасында. Мына есепте 5 минут ерте келді бірдеңе деген бар да. Бұл жерде біз қойып тастауымыз керек. Нұрасыл, допустим, оңай болу үшін жарысын 9:00-де бастады дейік. Допустим, Самат Нұрасылдан 5 минут кеш бастады. Сонда Саматтың бастаған уақыты ол бізде 9:05. Одан кейін Бекарыс Нұрасылдан 2 минут ерте шықты. Сонда Бекарыстың шыққан уақыты 8:58. Енді тоже аяқтау уақытын Нұрасылмен бастап есептейік. Нұрасыл 10:00 болсын. Так, Бекарыс 2 минут ерте шықты, бірақ Нұрасылдан 5 минутқа ерте келді. Сонда Бекарыс 9:55-те келіп тұр. Одан кейін Самат Нұрасылдан 5 минут, Бекарыстан 2 минутқа кеш жетті дейді. Сонда Самат 9:57-те келген. Енді ең жылдам бала, ең баяу баладан неше минутқа ерте келді? Ең жылдам бала бізде Нұрасыл 60 минут жүрген,
Самат 52 минут, Бекарыс 57 минут. Ең жылдам бала Самат Нұрасылдан 3 минут ертерек келді. Яғни көрініп тұр, 9:57 келген, Нұрасыл 10-да келген. Неше минут ерте келді дейді, 3 минут. Егер жалпы жарысқа неше минут ерте, аз уақыт жұмсады десе, онда 8 минут болатын еді, бірақ мына жерде неше минут ерте келді дейді. Так, 9-шы сет. Бұл жерде мынандай нәрсе бар. Осылай. Яғни Z, E, R, T плюс E, L максимум болатында еще мына үлкен үшбұрыштар деген 4 үшбұрыш бар мына жерде ше. Мен мына үшбұрыштың ішіндегі сандардың қосындысы 25 болу керек. Міне мынау, сосын ортасындағы мынау. Так, сонымен вот Е негізі ең үлкен Е 2 рет келіседі ғой, сол үшін оған 9 қою керек ше. Мына жерге 9 қою. Сосын мына Z тоже. Енді 9 болса, ары қарай 6 қалады ғой. 4 пен 2, 1 мен 5 деуге болады. Енді давайте 5 пен 1-ді көрейік. Не жаққа 5, не жаққа 1. Мысалы, мына жерге 8 қойсақ, 18, 7 жетпейді. 4-та 3 деуге болады. Мысалы, 3-та 4. Мысалы, мына жаққа, допустим, 2 болса, 1, 2, 3 деп жеңілдерін ғой. 12. Мына жерге мысалы 7 мен 6 деуге болады неде. Мына жерде бәрі келіп тұрған. 9, 8, 7, 6, 5, 4, еще 9 2 рет қайталанады. Мынаның қосындысы 25, қосындысы 25. Бірақ бұл жерде мына үшбұрыштың қосындысы 25 болу керек. Осы жерден қате кетіп қалуы мүмкін. Сол үшін мына сандарды шамалы өзгерту керек. Бұл жерде негізі максимум қалай ала аламыз деген сұрақ. Егер осы дәл солай тұрғанда бізде мына жерде 48 шығып тұр, бірақ өйткені мына жер болмағандықтан ол шықпайды. Так, енді мына жерде 10 бар да бізде уже. И еще тағы 15 керек. Мысалы, мына жерде мысалы 8-ді не жаққа қойып, 3-ді не жаққа қойсақ, 1-ді не жаққа қойып, 5-ді не жаққа қойсақ, онда не 5, 2, 25 шығады. Енді осыны қосып көрейік. 1 қосылған 9, қосылған 3, қосылған 4, қосылған тағы 9, қосылған 6, қосылған 7. Сонда бізде 10, 13, 17, 26, 32, 39 болады үшін. Не осы 39. Так, бір жағында ақ, екінші жағында сұр түсті тіктөртбұрышты парақ бар. Ол суретте көрсетілгендей бүгілген. Бірінші тіктөртбұрыштың периметрі, екінші тіктөртбұрыштың периметрінен 20 см үлкен. Так, бірінші тіктөртбұрыштың периметрі, екінші тіктөртбұрыштың периметрінен 20 см үлкен. Енді мына жерде байқау керек зат. Мына жермен, мына жер бірдей. Сонда мысалы 20 см үлкен деп тұр ғой. Бізде мына жер болып тұр ғой, мына жер плюс мына жер артық болып тұрған, қалған бай бүкіп тастады ғой. Еще мына екеуінде де мына жерлері бірдей. Мына жерлері бірдей. Артық болып тұрған мына екеуі, сонда 20 болса, каждый 10-нан болу керек. Еще мына бұлай бүгіліп келіп, не жаққа келіп тұр, сонда мына жер тоже 10 болып тұр. Мына бет бүгіліп келіп, мына жерге келген кезде 10, 10, 10.
мына жер 10, мына жер 10. Так, яғни мына жердің ені мына жердің 10 болып тұр ғой. Мына жерлер туралы пока что-то ештеңе айта алмайтын сияқтымыз. Екінші тіктөртбұрыштың периметрі үшінші тіктөртбұрыштың периметрінен 16 сантиметрге үлкен. Мынаның тоже жаңағыдай. Мына жерде артық болып тұрған жер мына екі жер, мына жер 8-8-ден. Мына жер 8 болып тұр ғой. Мына жер 8. Бастапқы парақтың периметрін табыңыз дейді. Мына жеріне 18 былайша бөлгенде мына ақ. Ұзындығы 28, ені 18, қосып 2 өйтсек 46, 92. Қысқасы бірінші осы 10 есептің өзі жарайды. 1 сағатта келмейді оны.